Күйеуі жақсы көру үшін оқылатын дұғалар. Әрбір әйел жақсы көрілетін сүйікті жан болғысы келеді. Бірақ бұл әрдайым мүмкін бола бере ме? Кейде отбасыдан береке қашып, күйеуіңіздің сізге деген көңілі күннен күнге суып бара жатқандай сезіледі. Бақытты сәттер келмеске кетіп, көңіл күйсіз кезең қара бұлттай отбасы шаңырағына төніп тұрады. Мұндайда ескі махаббатты қалай қайтаруға болады? Отбасыда сүйіспеншілік пен өзара келісімді қалай жаратуға болады? Бұл жолда Алла тағалаға алақан жайып, одан махаббат сұрау, отбасыдағы бұрынғы берекені қайта қалпына келтіру жолындағы алғашқы әрі маңызды қадам деуге болады. Жүректерді құбылтушы Алла тағала қаласа, күйеуіңіздің жүрегіне сізге деген махаббат, сүйіспеншілік салып қояры сөзсіз. Осы мақсатта оқылатын дұға тілектерді сіздерге ұсынғым келіп отыр. Я Алла, алға шығарушы, шаңырағымыздың берекесі мен нығметін арттыр. Жолдасымның басына бақ, астына билік, жүрегіне өзіңе деген махаббат, маған деген сүйіспеншілік сезімін арттыр. Елдің, жолдастарының, бауырларының, балаларының алдындағы абыройын арттыр. Өзіңнен өзгеге мұқтаж болмайтындай дәрежеге жеткіз. Әмин. Я Алла, біздің жүректерімізді бір-біріне байланыстырып, өзара қарым-қатынасымызды жақсарт. Бізді есендік жолына бастап, қара түнектен жарыққа шығар. Бізді көрнеу және көмес барлық әбістіктерден ұзақтат. Біздің құлақтарымызды, жанарымызды, жүректерімізге, рухымызға және ұрпақтарымызға береке бер. Біздің тәубемізді қабыл ет. Шынында сен тәубелерді қабыл етуші, рахым иесісің. Бізді сенің нығметіңе шүкір етушілерден, хамд сәна айтушылардан және қанағатшылдардан еткейсің. Бізге нығметіңді толықтыр. Әмин. Я Алла тағала, мені күйеуімнің назарында әдемі ет. Оның жүрегіне маған деген махаббат салып қой. Одан маған салиқалы перзент сыйла. Уа Алла тағала, саған дұға еттім. Өзің уәде бергендей дұғамды қабыл ет. Уа Алла тағала, менің күйеуімнің көзінде жарқыраған нұр ет. Әумин. Я Алла тағалам, мен мен күйеуімнің арасындағы үйлесімділік жарат. Екеумізді жақсылықта бірлестір. Уа Алла тағала, мені күйеуіме көзайым ет. Оны да маған көзайым ет. Бірімізді екіншімізбен бақытты ет, және бізді жақсылықта бірлестір. Уа Алла тағала, мені күйеуімнің қалауына сай ет. Әрі ол да менің қалауыма сай болсын. Және екеумізді де сенің разы болатындай пенделеріңнен ет.